ораза кезінде тіс пастасын қолдануға болады ма? Ол макрух болады. Яғни оның тағамы, яғни иісі, дәмі ұзаққа дейін ауыздан кетпей қояды. Сондықтан оны қайта-қайта түкіріп, оны күмәнданып, әуре болып кетеді. Одан да мисуак деген нәрсе бар. Менікі қалып қойды неде. Мисуак деген нәрсе бар, ағаш. Сол ағашты мешіттің алдынан сатып аласыздар. Сол ағаш Абу Ханифа мазхабы бойынша мейлі, қай уақытта қолдансаңыздар рұқсат. Имам Шафии тек қана бесін уақытына дейін дейді, яғни түс ауғанша қолданса рұқсат дейді. Имам Шафиидің ихтилафы, өйткені ауыздан шығатын, оразадар адамның ауыздан шығатын иістің ауызда қалғаны жақсы дейді. Аллаға сол сүйкімдірек дейді. Сондықтан имам Шафии айтады, оны мисуакпенен кетірмеңдер. Яғни ол иістің қалған жақсы. Имам Абу Ханифа дейді, имам Шафии сен шатаспа дейді. Ол ауыздан шығатын иіс, ол тістен емес, жосынадан емес. Ол негізінде оразадар адамның ауыздан шығатын иіс, ол асқазаннан шығады. Сондықтан мисуакпен ешқандай шаруа жоқ, мисуакты қыла берсін дейді. Абу Ханифа мазхабы мисуакты жөн көреді.